Неге біз өзімізді басқара алмаймыз? Неге көп адам бәрін түсінемін, бірақ неге солай істей беретінімді білмеймін деген сұраққа келіп тіреледі. Неге бір шешімді қабылдаймыз, бірақ басқа әрекет жасаймыз? Неге өмірімізді біз емес, бір іштегі бір автомат басқарып тұрғандай сезіледі? Бұл жалқаулық та емес, әлсіздік те емес, бұл түп сана. Жалпы түп сана бізге жау емес, ол бізді қорғау үшін, аман алып қалу үшін жұмыс жасайды. Енді бала туылған кезде мынандай тап-таза ақпарақ болып туылады. Яғни бұның бейсанасы, түп санасы тап-таза. Өсе келе балаға біз сол түп санасына не істейміз? Жағымды, жағымсыз ұстанымдарды енгіземіз. Өкінішке орай, жағымсыз ұстанымдар көп болып жатады. Себебі бала біздің айтқан сөзімізді тікелей қабылдайды. Себебі оның 0 мен 5 жас аралығында ешқандай ойлау, аналитика, яғни аналитикалық фильтрден өткізу деген оның логикасы жоқ ол кезде. Бірден не істейді? Яғни мынау түп санаға енгізеді. Кез келген нәрсені, кез келген ситуацияны, эмоциямен болған көңіл күй барлығын осы жерге енгізеді. 0-5 жас аралығында баланың ми толқындары басым түрде тета күйде болады. Қазақта айтып кетті ғой, 0 мен яғни 5 жасқа дейін балаңды ханыңдай көр деп. Яғни бұл жерде баланы бетінен қақпа деп те айтады. Яғни бұл жерде мынау плюс жағымды ұстанымдарды көбейту үшін айтылған деп ойлаймын өз басым. Келесі 6 мен 7 жас аралығында баланың ми толқындары альфа күйге өтеді. Және бұған не істейді? Аналитикалық ойлау қосылады. Бұл жерде баланың сұрақтары пайда болады. Мынау қалай, мынау қайдан шықты, неге бұлай деген секілді сұрақтар пайда болады. Яғни аналитикалық ойлау ол бізде бета күй ақырындап бар. Бірақ басым бөлігі альфа күй. Альфа күй дегеніміз не? Түп сананың есігі сәл болса да ашық. Тета күйде түп сананың есігі толығымен ашық. Бұл жерде тікелей жазылады дедік. Мына жерде 6 мен 7 жас аралығында түп сананың есігі ашықтыр әлі де. Бірақ мынандай аналитикалық ойлау қосылды. Енді 7 мен 12 жас аралығында баланың ми толқындары басым бөлігі бета күйде болады. Бета күй дегеніміз бізде логика, анализ барлығы қосылады. Бұл жерде түп сананың есігі жабық. Енді қысқа түсінікті болу үшін осылай түсіндіргім келді. Келесі. Бала негізі мынау минустарды жағымсыз эмоциялар, ұстанымдар деген секілді. Барлығы кішкентай кезінен не көріп өседі, соны қайталау мүмкін. Мысалы, баланың әкесі маскүнем арақ ішетін адам болсын делік, ол ересек кезінде не істейді, соны қайталауы мүмкін. Бірақ ересек кезінде бала егер бір шешім қабылдап, мен бұндай болмаймын деген ұстанатын болса, таңдау жасайтын болса, онда ол болмайды, ол нәрсесін, яғни мына жердегі минусын ол не істейді? Плюске айналдырады. Яғни оны жасамайды, таңдау жасайды. Яғни ол мына жерде оны көрді, біледі, бұл жаман екенін түсінеді, саналы түрде бұны не істейді? Өзгертеді, яғни мына минусын плюске айналдырады. Немесе жаңа бізде осы миллениалдардың көбіне проблемасы, анасы мүмкін айтады, өмірі ақша жетпейді маған. Немесе ақша аз деген секілді сондай бір ұстаным болуы мүмкін. Соны өскен кезде бізде де ақша жетпей жүретіні бір себебі сол. Бір себебі. Нақты бір себеп деп айтылмайды, себебі оның түрлі себептері болады. Жалпы адам бізде сложный механизм деп айтамыз. И адамның кез келген қиындығына, проблемасына бір жерден қарап бір шешім жасауға болмайды. Негізі комплексный шешім қабылдап, комплексный әрекет жасау керек. Сол кезде ғана адамда өзгерістер пайда болады. Мысалы, естіп жатамыз ғой, менде мысалы бір кісіде мысалы тері ауру болсын, неше түрлі нәрселерді ішеді, жасайды, тазаланады,
витамин бат барлығын жасайды, сөйтіп бір кезде сауығып кетеді, айығып кетеді. Не нәрседен болды деген кезде білмеймін деді, бірақ бәрін жасадым, әйтеуір маған көмектесті деп айтатын естиміз. Сол сияқты мына жерде де адамның қандай да бір проблемасына бір жақтан қарап шешім айта алмаймыз. Сол секілді мына жердегі ересек кезде ақшасы жоқ болу себебінің бір ғана себебі осы кішкентай кезінде мүмкін сондай нәрселерді естіді, және ол көп рет қайталана берді. Сосын мына жерге ол, яғни жағымсыз ұстаным ретінде, негативный установка ретінде осы балада қалыптасты делік. Енді мына жерде мынау бізде айтып отырмыз ғой, айсберг деп келтіреді оны. Мына жерде көрінетін ол бізде сана, мынау көрінбейтін бізде бейсана, түп сана деп айтып жатамыз, подсознание. Мына жерде 95% дейміз, мынау бізде 5%. Яғни 5% сана, 95% бізде түп сана. Бізді негізі түп сана басқарады, себебі осы жерде барлығы жатыр міне. Қандай да бір осы түп сана жалпы тыныс алуды, адам біз демаламыз ғой, вдох, выдох жасаймыз. Жүректің соғысын, астың қорытылу болсын, қандай да бір үйреншікті жаттанды әрекеттер, осының барлығы осы жерде жатыр, осы түп санада. Яғни міне мынандай бір ситуация болды, плюс болсын, минус болсын, тура солай әрекет етеді адам. Бұл жерде міне мынау жағымсыз эмоциялардың өзі адамның денесінде тағы биохимиялық процесстер жүреді. Сондықтан ұмытпауымыз керек, бірақ енді бұл кішкене ары қарай кетемін, сондықтан тек осы жерін ғана қазір көрсеткім келіп отыр. Жаңа айтқандай, түп сана бізге негізі жау емес, ол бізді қорғау үшін, аман сақтап қалу үшін жұмыс жасайды. Көбіне адам стресс кезінде, стрессте жүретін адам көбіне осы түп санамен жүреді екен, түп сананың несімен, түп сананың жетегінде, түп сана басқарады осы адамды. Стресс кезінде осы түп сана басқарған кезде мына минус установкалар, ұстанымдар осы басқарып тұрады бізді. Осы арқылы шешім қабылдаймыз деген секілді. Мүмкін сол үшін де айтылатын шығар, ашулы болып тұрған кезде ешқандай бір нақты шешім қабылдама, біреуге қатты сөз айтпа дейтін секілді. Себебі келесі күндері біз өкініп қаламыз, бекер айттым. Эмоциялық, яғни эмоция болған кезде біз өзіміздің ойымызды басқалай айтып жібереміз. Сол үшін ашулы кезде айтпа. Принимай решение на холодный ум деп те айтып жатады. Яғни қандай да бір стресс болған жағдайда, қандай да бір жағдайлар болған кезде, мынау ескі бағдарлама бізді қосылып кетеді. Ескі бағдарлама ол бізде міне түп санадағы бағдарламалар, ұстанымдар. Бұл бізде неге ескі болады? Біз қазір саналы түрде өзгеріске аяқ басып жатырмыз. Саналы өзгеріс дегенді тағы толығырақ түсіндіріп кетемін, бірақ қазір мен мына басқаруды, біздің денемізді, ойымызды, әрекеттерімізді саналы түрге ауыстыруымыз керекпіз. Сол жайлы кішігірім айтқым келіп тұр. Жалпы енді мынау түп сана бізді басқармас үшін, саналы түрде болу үшін біз не істейміз деген сұрақ болады. Тағы бір нәрсе айтқым келіп тұр, мына жерде айтады ғой, тілек айтқан кезде де көбінесе естіп жатамыз, балаң саналы болсын деп айтады. Сана берсін деп айтып жатады. Міне осы нәрсеге. Яғни мына жерде адам ойлайды, логикасын қосады. Бұл жерде және шығармашылық ойлау бар. Бұл жерде жігер бар, ерік жігер бар. Бұл жерде сенім жатыр екен. Осы 5%-да осы нәрселер жатыр. Мына бізде жаттанды әрекеттер, жаттанды эмоциялар осы түп санада жатыр. Енді мына саналы түрге қалай өтеміз? Көбіне айтып жатамыз, бір жаттанды нәрсе ғой. Живи здесь и сейчас деген нәрсе бар. Осы шаққа оралу біріншісі. Оны қалай істейміз? Дем арқылы. Мен алдыңғы видеоларда айтып кеттім. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Яғни фокусты сол вдох, выдохқа қойып, уақытында не істейміз? Созып отырамыз. Бірінші 1 минут болсын, одан кейін 2 минут, ары қарай кете береді. Негізі 20 минутқа дейін, немесе одан да көбірек осы тыныс алуымызға, демімізге фокус қойып, басқа ойлар келіп жатса, оларды жібере салып, ешқандай эмоция бермей оларға, яғни жіберіп отыру керек.
қайта осы демге оралуымыз керекпіз. Екінші, жалпы айналаңдағы нәрселерге қарау. Мысалы, қазір мен не істеп жатырмын? Мен мына жазу жазып жатырмын ақпаратқа деген секілді. Немесе қолыңа қарау, жан-жағында қандай заттар бар, соның бәрін қарау, бақылау деген секілді. Яғни осы сәтке оралу. Жан жақтағы заттарға мән беру. Байқау. Осы екінші, осы сәтке оралудың екінші жолы. Үшінші жолы негізі медитацияларда айтылады. Өзіңнің денеңнің әрбір бөлігін кеңістікте сезіну. Кеңістікте сезіну. Мысалы, менің қолым кеңістікте қалай, саусағым, негізі айтады, от макушек бастайсыңдар, яғни басыңнан бастайсың, құлағың қалай, сезіну, мұрның, көзің, арғай төмен түсесің, мойның, қолың, саусақтарың деген секілді, аяғыңның саусақтарына дейін сөйтіп денеңді сезінесің. Яғни кеңістікте ол қандай тығыздықты алып жатыр, массаны алып жатыр деген секілді, соның бәріне мән бересің. Кейіннен өзіңнің отырған бөлмең қандай, соны сезінесің. Ол кеңістікте қандай нені алып жатыр, бір массаны алып жатыр, немесе бір кеңістікте орны қандай деген секілді, осының бәрін сезінуіміз керек екен. Енді бұл нәрсе, яғни біз бұны теориялық тұрғыда бәрін білеміз, бірақ мынаны жасауымыз керекпіз. Тағы не жасауымыз керекпіз? Яғни біздің басқаруымызды автоматты түрде емес, саналы түрде өту үшін негізі денені басқарсақ та болады. Алдында айтып кеткендей, 10 000 қадам, таңғы жаттығу деген секілді. Тауға шығу, мысалы, жаңа нәрселерді жасауға болады. Ерте тұру, дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану, міне, осының барлығын жасау керек. Шүкіршілік айту, зікір айту. Жалпы сөз түзелсе, адамның сөзі түзелсе, ойы түзеледі. Ойы түзелсе, әрекеті түзеледі. Әрекет түзелсе, әдет болып қалыптасады. Әдет қалыптаса, ол өзінің тағдырын жазады. Адамның тағдыры өзгереді. Сондықтан неге біз аффирмацияларды айту керек деп айтамыз? Сөзді айтып, қайталанып, көп рет қайталаймыз аффирмацияларды. Бізде мынау қайталанған нәрселердің бәрі түп санаға өзгереді. Яғни мына жердегі жағымсыз ұстанымдарды біз плюске айналдырып аффирмациямен айтып шығамыз. Одан кейін бізде ойымыз өзгереді. Түп сана өзгергеннен кейін аның бәрі плюске ақырындап айнала бастайды. Сол кезде бізде ойымыз өзгереді. Ойдан кейін біздің әрине әрекетіміз өзгереді. Одан кейін әдет болып қалыптасады, тағдырымыз мүлдем басқа өмір пайда болады. Басқа өмір, өзіміздің бойымыздағыдай өмірді өмір сүре аламыз. Жалпы, тағы бір нәрсе, мына жерде адам, егер күнделікті бір әрекеттер жасап жүрсе, бірақ ол жаңа өмір ойлап армандай берсе, ешқандай нәтиже болмайды. Неге? Себебі ол бір әрекеттер жасап жүр. Қазіргі өзінің өміріне сай осы әрекеттер жасап жүр. Бұл жаңа өмірге келу үшін ол басқа әрекеттер жасау керек. Осы денсаулықты жақсартатын. Мына жерге мысалы кітап оқуды да қосса болады. Кітап оқиды болса, адамның өзінің кругозоры үлкейеді. Сонымен мына жердегі жаңа әрекеттерді жасайтын болса, адамның өмірі, мына жерде өзінің ойлағандай өмірі келе бастайды. Яғни шынайы бола бастайды, реальность. Реальностьті өзіміз жасаймыз деген осы екен. Жалпы осы бүгінгі айтқым келгені, мына жерде енді барлығы түсінікті деген ойдамын. Жалпы ақпарат көп, бірақ соны максималды түрде сығып, мынандай бір тезис күйінде дейді ғой, бердім деп ойлаймын.
пайдалы деген ойдамын сіздерге. Пайдалы болсын. Сіздерге сәттілік, сау болыңыздар.